Менің атым Әлия, жасым 46-да. Шашым қоңыр, кейде қызғылт түске бояп қоямын. Денелі, етжеңді әйелмін. Кеуде өлшемім 4-ші. Жергілікті зауытта бухгалтер болып жұмыс істеймін. Бұл зауытты 5 жыл бұрын шетелдік инвесторлар ашқан. Қазір қаламыздағы халықтың жартысынан көбі сонда еңбек етеді. Мен де солардың қатарындамын. Таңертең жұмысқа барып кешке үйге қайтатын үйреншікті өмірім бар. Ешқашан өмірімде ерекше бір оқиға болады деп ойлаған емеспін. Мен тұрмыстамын және осы уақытқа дейін күйеуіме ешқашан апасыздық жасаған емеспін. Оның үстіне күйеуім маған толықтай көңілімнен шығатын. Отбасымызда ұрыс-керіс көп болмайтын. Бір-бірімізді түсінуге тырысатынбыз. Өзімді қасымдағы кез келген ер адамды ер азамат ретінде сезіндіре алатын әйелмін деп ойлаймын. Бірақ соған қарамастан бөтен адамға көңіл бөліп көрген емеспін. Ұлым 25 жаста. Жергілікті институтты бітіріп, әскерде қызмет етті. Әскерден кейін жұмыс істеу үшін Мәскеуге кетті. Әскердегі бірге қызмет еткен досының әкесі ірі бір компанияның директоры екен. Сол кісі оған жұмысқа орналасуға көмектесіпті. Бір жылдың ішінде жақсы табыс тауып, өзіне тәуір көлік сатып алды. Пәтер жалдап тұрды. Тіпті бізге де ақша жіберіп көмектесетін болды. Баламыздың аяққа тұрғанына біз қатты қуандық. Оның өз өмірін өзі қалыптастырып жатқаны біз үшін үлкен мақтаныш еді. Оқиға 2 ай бұрын болды. Бір күні ұлым хабарласып, өзінің досын бізге 2 күнге қонақ қылып қабылдап алуымды өтінді. Қонақ үйлердің жағдайы нашар екенін айтып, ол жайлы жерге үйренгенін жеткізді. Біз аса бай тұрмасақ та, үйімізді ондай жерлермен салыстыруға болмайтын. Оның үстіне, жуырда ғана ұлымыздың өтінішімен үйге жөндеу жасап, жиһаздардың бәрін жаңартқан едік. Сондықтан қонақ күту бізге қиындық туғызбайтын. Күйеуім баламның досы Арманды вокзалдан қарсы алып келді. Мен оған түскі ас дайындап бердім. Үшеуіміз біраз әңгімелестік. Кейін күйеуім жұмысқа кетіп қалды, ал мен демалыста жүргемін. Арман сырт көзге қарапайым, тәрбиелі жас жігіт болып көрінді. Дауысы сабырлы, сөйлеген сөзі орнықты екен. Ұлымның әскердегі қызметі, балалық шағы, мектептегі қызықтары туралы ұзақ әңгімелестік. Әңгіме арасында ұлымның 1 жыл күте алмай басқаға тұрмысқа шығып кеткен бұрынғы сүйіктісі жайлы да сөз болды. Арман оны ешкімді жамандамай, жай ғана болған оқиға ретінде айтып берді. Сол сәтте оның адамды сыртынан ғайбаттамайтын мінезі бар екенін аңғардым. Әңгімеге беріліп кеткеніміз сонша, уақыттың қалай өткенін өзіміз де байқамай қалыппыз. Содан кейін Арман өзі жетекшілік ететін жергілікті филиалға барып келетінін айтып кетіп қалды. Мен де үйдегі шаруаларымды жалғастырдым. Үйді жинап, ас үйді ретке келтіріп, кешкі асқа не әзірлейтінімді ойлай бастадым. Қонақ келген соң дастарқанның да жинақы болғанын қалайсың ғой. Кешке қарай Арман 2 үлкен пакет азық-түлік алып келді. Құр қол келген дұрыс емес шығар деп күлімсіреп, бәрін үстелге қоя бастады. Мен алғашында мұның қажеті жоқ екенін айттым, бірақ ол қонақжайлықтарыңыз үшін кішкентай алғысым деп қоймады. Осы қарапайым әрекетінің өзі оның тәрбиесін көрсетіп тұрғандай еді. Кешкі шай үстінде тағы біраз әңгімелестік. Мәскеудегі өмірдің қарқыны, жұмыстың жауапкершілігі, болашақ жоспарлары жайлы сөз қозғалды. Әңгімесі қызық болғандықтан уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. Түн ауған соң мен оған ұлымның жөндеуден өткен бөлмесін көрсетіп, қайда жататынын айттым. Ұлым бұл бөлмеде тек сирек келгенде ғана қонатындықтан бәрі таза, әрі жинақы күйінде тұрған. Түнде шөлде боянып, ас үйге су ішуге шықтым. Сол жерде Арманды кездестірдім. Ол да су алып тұр екен. Бойы шамамен 180 сантиметрдей, кең иықты, денелі жігіт екені сол кезде анық байқалды. Мені көріп жымиып, шөл құсып кетті деді. Мен де күлімсіреп басымды изедім. Екеуміз бірнеше ауыз сөз ғана алмастық. Артынша бір-бірімізге қайырлы түн тілеп, өз бөлмелерімізге кіріп кеттік. Бірақ төсегіме жатқан соң ұзақ уақыт көзім ілінбей қойды. Неге екенін өзім де түсінбедім. Бәлкім, үйде бөтен адамның жүргеніне үйренбеген шығармын деп өзімді жұбаттым. Таңертең күйеуімнің еркелеткенін сезгенімде ойыма аяқ астынан Арман келе қалды. Бұл ойдан өзім де шошып кеттім.
Кеше ғана танысқан жас жігіттің бейнесі неге санамнан кетпей қойғанын түсіне алмадым. Өзімді іштей кінәлап, орнымнан тұрып кеттім. Жуынып, халатымды киіп, ас үйге шықтым. Таңғы асты дайындап жүргенімде, біраздан кейін Арман да жұмысқа жиналып келді. Ол әдеттерідей сабырлы көрінді. Мен оған шай құйып, таңғы ас ұсындым. Ол рахмет айтып, асықпай тамақтанды да жұмысқа кетіп қалды. Күні бойы үй шаруасымен айналыстым. Үйді жинадым, түскі ас әзірледім, кір жудым. Қолым босамаса да, ойым әлсін-әлсін Арманға ауып кететін. Әсіресе түндегі ас үйде болған қысқа кездесу есіме түсе берді. Өзіме қайта-қайта оның ұлымның досы екенін еске салдым. Сағат 3-те шамасында күйеуім телефон шалды. Даусынан асығыс екені байқалып тұрды. Ол жұмыс бабымен тағы 2 күнге іссапарға кететінін, үйге соға алмайтынын айтты. Телефонды қойғаннан кейін үйдің іші бірден тым-тыныш болып кеткендей сезілді. Бұл жаңалық көңіліме сәл қаяу түсірді. Кешке Арман жұмыстан шаршап келді. Мен кешкі асты дайындап қойған едім. Екеуміз үстел басына отырып, жай ғана әңгімелестік. Ол жұмысы туралы, өзі басқаратын филиалдағы мәселелер жайлы айтып отырды. Мен де зауыттағы күнделікті жағдайларды сөз еттім. Қалай болғанын білмеймін. Бір кезде мен оған аздап шарап ішуді ұсындым. Алғашында ол бас тартқандай болды. Бірақ кейін бір бокалға келісті. Әңгімеміз бірте-бірте ашыла түсті. Дегенмен еш қайсымыз орынсыз тақырыпқа көшпедік. Барлығы сырт көзге қарағанда қалыпты кеш сияқты еді. Бірақ уақыт өте келе шараптың әсері сезіле бастады. Бір бокал екіншісіне ұласты. Сөйлескен сайын уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. Үстелде тұрған 3 бөтелке шараптың босап қалғанын көргенде ғана қанша ішіп қойғанымызды түсіндім. Мен әбден масайып қалдым. Орнымнан тұрып, ыдыстарды жумақ болғанымда басым айналып кетті. Арман мені тоқтатып, «Сіз отыра беріңіз, бәрін өзім жинаймын» деді. Ол ыдыстарды жуып, үстелді ретке келтірді. Мен оның әр қимылын үнсіз бақылап отырдым. Сол сәтте оның тек тәрбиелі ғана емес, ұқыпты әрі қамқор мінезі бар екенін тағы байқадым. Бірақ уақыттан кейін ол ұйықтайтын уақыт болғанын айтты. Мен аяқта әрең тұрдым. Осынша көп ішпегеніме көп болған еді. Арман мені құлатып алмау үшін қолтығымнан демеп, бөлмеме дейін семелдеп апарды. Бөлмеге келгенде екеуміз бір сәт үнсіз тұрып қалдық. Арамызда бұрын болмаған түсініксіз бір ауыр тыныштық пайда болды. Мен не айтарымды білмедім. Ол да маған ұзақ қарап тұрды. Келесі сәтте бәрі тым жылдам болды. Арман маған жақындап ернімнен сүйді. Мен оны бірден тоқтатпадым. Бәлкім ішкен шараптың әсері болды. Бәлкім соңғы 2 күнде жиналған түсініксіз сезімдерге еріп беріп қойдым. Не болғанын толық ұғып үлгермей, сол сәттің жетегінде кеттім. Бұдан кейінгі жағдай санамда анық сақталмады. Бәрі тұман секілдеді. Мен тек бұрын бастан өткермеген ерекше сезімде болғанымды түсіндім. Оның себебі шарап па, әлде өзінің ішкі күйім бе, оны ажырата алмадым. Күйеуіммен 25 жыл бірге тұрсақ та, мен өзімді дәл сол сәттегідей ешқашан сезінбеген едім. Бұл ойдың өзі мені әрі қорқытты, әрі таңғалдырды. Біраз уақыттан кейін мен душ қабылдадым. Арман да өз бөлмесіне кетті. Мен төсегіме жатып, ұзақ уақыт ұйықтай алмай қойдым. Болған жағдайды санамда қайта-қайта саралап, өзіме түсінік табуға тырыстым. Бір сәтте бәрі түс сияқты көрінсе, келесі сәтте шындық екені анық сезілетін. Таңертең 8-де шамасында ояндым. Басым аздап ауырып тұрды. Алғашқы секундтарда қайда жатқанымды түсінбей қалдым. Бірақ артынша кешегі оқиға есіме түсті. Сонда ғана ұлымның досымен бірге болғанымды анық түсіндім. Алғашында мұның бәрі жай ғана түс шығар деп ойладым. Бірақ кешегі жағдай санамда біртіндеп қайта жаңғыра бастады. Өзімді кінәлі сезіндім. Сонымен қатар болған оқиғаны қалай қабылдау керектігін білмей абдырап қалдым. Жуынып ас үйге шықтым. Үйдің іші тыныш еді. Шай қойып, дастарқан әзірлей бастадым. Қолым әдеттегі шаруаны істеп жатқанымен, ойым мүлде басқа жақта болды.
1 сағаттан кейін Арман келді. Ол да ыңғайсызданып тұрғаны бірден байқалды. Маған тура қарамай жай ғана «Қайырлы таң» деді. Мен де қысқа ғана жауап бердім. Екеуміз дастархан басына отырдық. Біраз уақыт үнсіз таңғы ас іштік. Қасықтың тықылы мен шәйнектің дыбысы ғана естіліп тұрды. Бір кезде Арман кешке Мәскеуге қайтатынын айтты. Мен оның кететінін естігенде бір жағынан жеңілдеп қалғандай болдым. Екінші жағынан ішімде түсініксіз бір бос сезім пайда болды. Біраздан кейін ол кеше болған жағдай туралы сөз бастады. Өзін ұстай алмағаны үшін кешірім сұрады. Бұл оқиғаны ешкім білмейтінін, әсіресе ұлыма ештеңе айтпайтынын жеткізді. Егер мен қаласам, болғанның бәрін бір жола ұмытып, енді бұл тақырыпқа ешқашан оралмайтынын айтты. Оның осы сөздері мені біраз тыныштандырды. Ең болмаса, бұл жағдайдың отбасының өміріне әсер етпейтініне сенгім келді. Сол күні екеуміз тағы біраз сөйлестік. Ешқайсымыз артық сөз айтпадық. Бәрін бұрынғыдай қалыпты көрсетуге тырыстық. Бірақ арамызда кеше болмаған бір құпия пайда болғанын екеуміз де түсініп отырдық. Кешке қарай Арман жолға жиналды. Душқа түсіп шығып, киімдерін сөмкесіне салды. Шығар алдында маған қонақ жайлығым үшін алғыс айтты. Тағы да кешірім сұрап, болған жағдайдың арамызда қалатынын қайталады. Содан кейін пойызға отырып Мәскеуге кетіп қалды. Есік жабылғаннан кейін үйдің іші қайтадан босап қалды. Мен ұзақ уақыт үнсіз отырдым. Соңғы 2 күнде болған жағдайдың бәрін ой елегінен өткіздім. Өзімді бірде қатты кіналасам, бірде барлығын шараптың әсеріне жапқым келді. Бұл менің күйеуіме жасаған алғашқы опасыздығым еді. Кейін болған жағдайды өзімді жұбатып қабылдауға тырыстым. Өмірімде бұрын сезінбеген бір күйді бастан өткергенімді түсіндім. Бірақ сонымен бірге оның салдары қандай болуы мүмкін екенін ойласам, бойымды қорқыныш билейтін. Арман кеткеннен кейін бірнеше күн бойы одан еш хабар болмады. Мен де жазбадым. Бәрі осымен аяқталғандай көрінді. Алайда бір аптадан кейін ұлым қоңырау шалып, Арманның бізде қалай қонақ болғанын сұрады. Оның есімін естігенде жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Мен ештеңе білдірмей, бәрі жақсы өткенін айттым. Сөйлесуді аяқтағаннан кейін ұзақ уақыт телефонға қарап отырдым. Сол кезде бұл оқиғаның мен үшін әлі аяқталмағанын түсіндім. Осы әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, пікірге өз ойыңызды қалдырып, лайк басып арнамызға жазылыңыздар. Әлия мен Арманның оқиғасы қалай аяқталатынын білгіңіз келсе, белсенділік танытып кетіңіздер.